Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына Кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін «Халиф қалай ләйлекке айналды» атты қызықты ертегіні тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түреміз. Бұл оқиға баяғыда Бағдат шаһарында болыпты. Бірде Бағдаттың халифы Хасид түстен кейінгі уақытта демалып отырады. Бас уәзірі кіріп сарайға бір саудагердің келгенін хабарлайды. Халиф саудагердің әкелген дүниесін көріп таң тамаша болады. Мұнда жаның қалағанның бәрі маржан жақұттар, түрлі жүзіктер, әсем ою-өрнектер, қару-жарақтар, алтыннан жасалған тостақтар, тарақтар, тағысын тағылар бар еді. Хасид мұқият қарап отырып, өзіне бас уәзірі мен оның әйеліне біраз заттар сатып алады. Бір уақытта халифтің көзі елеусіз қалған бір қорапшаға түседі. Қорапшаны ашса, ернеуіне дейін толған қара ұнтақ екен. Бетінде түсініксіз тілдегі жазу бар қағаз жатыр. Халиф те, оның бас уәзірі де қағаздағы жазуды оқи алмай әуре болады. Содан соң Хасид, «Мұнда не жазылған?» деп саудагерден сұрайды. Бірақ саудагер де еш нәрсені түсіндіре алмайды. Қызығушылығы оянған халиф қорапшаны сатып алып, саудагерді жөніне жібереді. Бас уәзір бұл жазуды тек Сәлім дейтін бір оқымыстының оқи алатынын айтады. Сөйтіп халиф Сәлімді сарайға алдыртады. Оқымысты Сәлім қағазды қолына алып, «Жаратқан ием жар болсын, кімде-кім бұл ұнтақты иіскеп, «Муто бар» деп айтатын болса, о кезде қалаған хайуанның кейпіне еніп, барлық хайуанаттардың тілін түсіне алады. Алайда бұл сиқырлы сөзді ұмытатын болса, сол хайуан күйінде қалып қояды, деп қағазын аударып береді. Сәлімге разы болған халиф оның иығына өзінің жаңа шапанын жабады, әрі оған оқып білгені туралы ешкімге тіс жармауға бұйырады. Бас уәзір, «Мәртебелі тақсыр, осы ләйлектер үнемі қызықты бірдеңе айтып шулап жататын сияқты. Уақытша ләйлек болып солардың не дейтінін білсек қайтеді?» дейді. Бұған Хасид те, мұның да табылған ақыл екен деп келісе кетеді. Халиф белдігіне қыстырылып тұрған қораптан азғантай ұнтақ алып, бас уәзіріне де береді. Өзіне де соншама ұнтақ алады. Содан соң олар қайта адам болу үшін қажетті сиқырлы сөзді бірнеше рет қайталайды. «Мутабор, мутабор». Халиф пен оның бас уәзірі енді ұнтақты иіскеп «Мутабор» дейді. Сол кезде олар шынында да ләйлекке айналып шыға келеді. Өз кейіптеріне таң қалған екеуі ақырын басып ләйлектер жайлаған көлшікке қарай бет алады. Ұзын сирақтары мен су кешіп қоректерін тауып жүрген ләйлектердің жанына жақындайды. Олардың не дейтіндерін білмек болып құлақтарын түре түседі. Ләйлектердің біреуі: «Сары сирақ бикеш, таңғы асқа біраз бақаны дайындап қойған едім, тамақтанып алсаңшы», дейді асқан сыпайылықпен. «Жоқ жаным, рахмет, мен әкемнің қонақтарының алдында би билеу үшін дайындалуым керек, сондықтан тамақ жемеймін», деді екіншісі. Осыны айтқан сары сирақты бикеш алысырақ жерге қонып, маңғазданып, түрлі қимылдар жасап билей бастайды. Бұл тамашаға қарап тұрған халиф пен уәзір дүниедегінің бәрін ұмытып, ішек-сілесі қатқанша күледі. Мәз болғандары сонша сиқырлы сөз естерінен шығып кетеді. Сөйтіп олар адам кейпінен қайта ене алмай, үйлеріне қайта алмай қайғырады. Ал малдары таусылған екеуі
төңіректі айналып ұшып жүреді. Бірде олар сарайдың үстінен ұшып бара жатып бір салтанатты жиынды көреді. Дабыл қағылып, әуен ойнап тұр. Ақ боз ат үстінде бағалы матадан тігілген шапан киген адам сарайға беттеп бара жатыр. Сөйтіп олар Медине жақты бетке алып ұшып кетеді. Халиф және бас уәзір екеуі ұшып келе жатып, түнеп шығу үшін бір ескі сарайдың орнына келіп қонақтайды. Сол жерде олар бір үкіні кездестіреді. Үкі ләйлектерге өзінің үнді қаншайымы болғанын, бірақ сиқыршы Қашнұрдың ұлына тұрмысқа шықпағаны үшін осындай күйге тап болғанын, егер біреу өзіне үйленуге келісімін берсе, сиқырдан құтылатынын айтады. Халиф ләйлек: егер адам қалпыма қайта енер болсам, саған үйленуге уәде беремін дейді. Сонда ханшайым үкі: жылына бір рет дәл осы түні әлемнің түкпір-түкпірінен сиқыршылар жиналып, өз істерін мақтанышпен ортаға салады екен. Бәлкім сол кезде олар бізге қажетті сиқырлы сөзді айтар деп білгенін жеткізеді. Сөйтіп халиф пен оның бас уәзірі және ханшайым үкі үшеуі сиқыршылардың жиналатын жеріне барады. Қашнұрдың әңгімесінен сиқырлы сөздердің мутабор екенін естіп алады. Осылайша естері шыға қуанған бас уәзір мен халиф алысырақ шығып мутабор дейді. Міне керемет. Екеуі бұрынғы қалыптарына қайта түседі. Бір-бірімен қауышып жатса, қастарына көркіне көз тоймайтын бір сұлу қыз тұр екен. Түндегі үкіні таба алмай қалдыңыздар ма дейді әзілдеп. Халиф ханшайымның сұлулығына тамсана қарайды. Ол қалыңдығын ертіп Бағдатқа қайта оралады. Бағдат халқы халифті көріп қатты қуанады. Халиф жендеттеріне барлық сиқыршыларды ұстап зынданға тастаңдар деп әмір береді. Қашнұрдың ұлын ләйлекке айналдырып, сарай бақшасында торға қамап қояды. Хасид халиф пен үнді ханшайымы үйленіп, мұраттарына жетеді. Құрметті оқырмандар, сіздерге ертегі ұнаса, каналға тіркеліп, пікір қалдырыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.